Мысырдағы қайғылы оқиға Шарм-эль-Шейх әуежайында жарнама қалқаны құлап, бір қазақстандық қайтыс болды. Тағы бірнешеуі ауыр жарақат алды. Туристердің қауіпсіздігіне кім жауап береді? Инара Барсақбаева зерттеп көрді. Этот щит упал на вот эти сиденья, на которых сидела моя мама и та женщина. У меня сразу был шок. У меня сразу были мысли о том, что моей мамы больше нет. Зардап шеккендердің бірі Айгүл Әлімбаева оқиғадан кейін әлі де есін жия алмай жүр. Шарм-эль-Шейх әуежайында анасымен бірге Астанаға рейстерін күтіп отырған, алайда ажал айтып келмейді. Қасқағым сәтте оның анасына және тағы бір жолаушының үстіне ауыр жарнама қалқаны құлайды. Айгүлдің анасы аман қалады, алайда қазақстандық жолаушы Ақмарал Мұқанова үшін бұл өміріндегі соңғы сапар болды. Олар әрқашанда саяхаттаған жақсы көретін еді. Сол енді Египетке кетіп, сондай қайғылы жағдайға душар болып отыр. Бала жас 22-де бар болғаны. Жалғыз өзі шетелде елшіліктен, консульстводан көмек күтеміз. Ақмарал Мұқанова ұзақ жыл ішкі істер органдарында қызмет еткен, әріптестері марқұмның мейірімді, өз ісіне адал болғанын айтады. Ақмарал Өтеген-қызы мейірімді, жүректі, адал ниетті, талапшыл, әрі өз ісіне адал адам ретінде танимыз. Тәртіптілігімен, сабырлы мінезімен көпке үлгі бола білді. Қазір әлеуметтік желіде жазатайым оқиғаға қатысты түрлі қауесет тарап жатыр. Желі қолданушыларының кейбіреуі қазақстандық туристер бастаған төбелестің кесірінен жарнама қалқаны құлады деген пікір қалдыруда. Бірақ бұл ақпарат еш шындыққа жанаспайтын айтады куәгерлер. Өзіміздің рейсімізді күтіп отырған кезде арт жақтағы орындықтарда отырған жолаушылардың үстіне жарнамалық тақта құлап, бәріміз есеңгіреп қалдық. Не болғанын бірден түсінбедік. Біз дереу ауыр затты көтеруге асықтық. Оның астында қалған жолаушыларды тезірек құтқарғымыз келді. Так, давайте тоже. Получается, первое, что произошло, пока мы оказывали помощь. Әуежай қызметкері қазақстандық жолаушының төлқұжатын алып қойды. Мен оны тоқтатып, құжатты қайтаруды талап еттім. Ешқандай төбелес болған жоқ. Олардың біздің құжатты алуға еш құқығы жоқ екенін ескерттім. Кейін төлқұжатты қолымызға берді. Сыртқы істер министрлігі мерт болған азаматшаның туыстарымен байланыс орнатылып, барлық қажетті көмек көрсетіліп жатқанын мәлімдеді. Мысырдың азаматтық авиация министрі де дереу оқиға орнына арнайы комиссия жіберілгенін хабарлады. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Қазақстанның елшілігі де бұл істі ерекше бақылауда ұстап отыр. Марқұмның денесі қазір Мысыр елінде тергеу амалдары аяқталғаннан кейін Қазақстанға жеткізіледі. Инара Барсақбаева, Сырнай Жанатхан, Қайрат Ізбасаров, 7-ші арна.